Сәлем достар, үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат фонетикалық талдаудың үлгісін көрсету. Дәл осы құжатты Telegram каналыма салып қоямын. Telegram каналыма сілтеме төмендегі описаниеде. Яғни оқушы мына бір ақпаратты білетін болса, фонетикалық талдаудан шатаспайды. Оқулықта жоқ ақпараттарда осы жерге шоғырланған. Я дыбысы, ю дыбысы, йо дыбысы, дифтонг дыбыстар екені. Қарасаңыздар, кестеде жақтың қатысына қарай, тілдің қатысына қарай, ерінің қатысына қарай қалай бөлінетіні. Сонымен қатар шұғыл дыбыстар қайсысы, ызың дыбыстар қайсысы. Соған мән беріліп тұрмында. Мұрын жолды, ауыз жолды дыбыстар қайсысы. Жасалу орны мен дыбыстау мүшелерінің қатысына қарай ерін, тіс, ерін мен тіс, тіл алды, тіл ортасы, тіл арты, тіл мен тіс, көмей. Себебі бұл осындай сұрақтар ұбт-да кездесіп жатыр. Сонымен қатар отбасы сөзі талданған, талдау үлгісі, кешенді талдау үлгісі көрсетілген. Фонологиялық талдау қалай жасалу керек, ол жайлы да жазылған. Жалпы керек ақпарат. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.